Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жөтел туралы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Жөтел бұл ағзаның қорғаныштық қызметі. Жөтелу арқылы организм сырттан енген бөгде зат, шаң-тозаң, инфекциядан тыныс жолдарын тазартып отырады. Жөтел болмаса кез келген вирусты ауру, өкпе қабынуы, пневмонияға ауысатын еді. Демек жөтел бізге қажет. Әрине, жөтел кімге болса да дискомфорт алып келеді. Сондықтан болар адамдар қандай тәсілмен болса да емдеуге тырысады. Көп жағдайда жөтел дәрілік емді қажет етпейді, өздігінен жазылады. Тек жөтелді жеңілдету үшін қолайлы жағдай жасаймыз. Жөтелді антибиотиктермен емдеу қате. Антибиотик бактериалды инфекция кезінде ғана тағайындалады. Яғни пневмония, іріңді ангина, бронхиттердің тек 5%-ында ғана қолданылады. Вирусты аурулар кезінде профилактика үшін балаға антибиотик берілмейді. Баланың иммунитетін әлсіретіп, инфекцияға қарсы күресін бәсеңдетеді. 5-6 жасқа дейін ешқандай қақырық түсіретін гелисал, амбро, лазолван және тағы басқа дәрілерді беруге болмайды. Себебі кіші жастағы балалар қақырық шығара алмайды. Ал бұл дәрілер өкпеде шамадан тыс қақырықты көбейтеді. Муколитиктер ішінен АЦЦ қақырықтағы дисульфидті байланысты бұзып, сұйылтады әрі биопленканы ерітіп, антибиотик әсерін күшейтеді. Бірақ міндетті түрде жылы су әрі вибрационды массажбен бірге беру қажет. 2 жастан кіші балаларға беруге болмайды. Сондай-ақ жөтелді жеңілдету үшін жылы су, сұйықтық, таза ауа, ылғалды ауа, дұрыс ауа параметрлері қажет болады. Жөтел кезінде минералды су, яғни боржоми, майлы сорпа, сары май қақырықты жақсы шығарады, әрі табиғи. Физраствормен ингаляция жасау да қауіпсіз әдістерге жатады. Бірақ қарсы көрсетілімдері бар. Температура кезінде, іріңді ангина кезінде қолдануға болмайды. Сондықтан тек дәрігер ғана тағайындалған әдістерді жасау керек. Ингаляцияны тек ингаляцияға арналған стерилді заттармен жасаймыз. Өз әдісіңізге салып, боржоми, түрлі шөп дәрілер, майлармен жасауға болмайды. Тек дәрігер нұсқауымен ғана